Бірінші дәріс. Мәтінді лингвистикалық талдау курсының мазмұны мен мақсаты, міндеттері. Бірінші, мәтін лингвистикасының тарихы. Екінші, пәннің объектісі, мазмұны, мақсат, міндеттері. Үшінші, көркем мәтін, күрделі, қыры мен сыры мол құбылыс. Мәтін лингвистикасы латын тілінен аударғанда текст, яғни текстум, байланыс, бірігу, плюс француз тілінен аударғанда лингвистик, мәтін дегенді білдіреді. Мәтіннің өзіне тән мәні мен болмысы, басқалардан ерекшелігі, мәтіннің дұрыс құрылу заңдылықтары, категориялары, объективті болмыстың мәтінде бейнеленуі, мәтіннің тілдік түзілу ерекшелігі, оны қабылдаудың сипаты, мәтіннің тұлға бірлігі және тағы басқа мәселелерді қарастырады. Мәтін лингвистикасы 20 ғасырдың 60 жылдарында қалыптаса бастады. Тіл білімінің бұл саласының негізі Лаков, Харвек, Скаличка, Бенвенист, Карцевский, Шмидт, Николаева тағы басқа ғалымдардың еңбектерінде қаланды. Ал мәтін лингвистикасы жоқ дейтін ғалымдар қатарында Маргалет, Даскал, Вендель, Булыгина тағы басқалар бар. Олар мәтін теориясын қалыптастырудың қажеттілігі жоқ, сөйлем грамматикасы неғұрлым толық жасалса, мәтін де құбылысын анық айқындауға болады дейді. Мәтін мен сөйлемді теңестіріп қарау мүлде қайшы пікір. Академик Виноградов былай дейді: над всеми этими кругами и сферами грамматики, учения о слове, словосочетании, предложении, воздвигается совсем неисследованная область стилистического синтаксиса, в центре которой лежит проблема строя сложных синтаксических единиц. Мәтін түрліше атаулармен зерттеліп келді. Мәселен, мәтін лингвистикасы, мәтін құрылымы, мәтін герменевтикасы, мәтін синтаксисі, мәтін грамматикасы. Бұларды тұтас күйінде алып, мәтін теориясы деуге болады. Тіл білімінде мәтін лингвистикасы ғылымдағы көзқарастың түбегейлі өзгеруімен структуралық лингвистикадан біртіндеп жұмсалымдық, яғни функционалды лингвистика бет бұрумен қатысым теориясымен байланысты қалыптасып дамыды. Мәтін лингвистикасында тіл мен сөйлеу тығыз байланыста қарастырылады. Мәтін лингвистикасының нысаны ретінде аяқталған бір тұтас көлемді немесе шағын мәтіндер және мәтіннің тұлға бірлігі ретінде танылатын күрделі фразалық тұтасымдар, яғни мәтіннің кішігірім бөліктері алынады. Тұтас макромәтіндерге газет, ғылыми журнал мақалалары, монография, оқулық, ресми іс қағаздары, роман, повесть, поэма, тағы сол сияқтылар жатады. Мәтін және дискурс. Мәтін лингвистикасында дискурс деген түсінікте бар. Лингвистикалық түсіндірме сөздікте дискурс дегеніміз французша сөйлеу, экстралингвистикалық, яғни парадигматикалық, әлеуметтік, мәдени, психологиялық факторлармен байланыста болатын мәтін. Белгілі бір оқиғаны баяндайтын мәтін, яғни социолингвистикалық терминдер сөздігінде осылай аталады. Қатысымның табысты жүзеге асуын қамтамасыз ететін тілден тысқары әлеуметтік, мәдени, психологиялық фактілерді ескере отырып, жан-жақты толықтай қарастырылатын сөйлеу нақты мәтін. Екінші, мәтіннің ырғақпен, интонациямен және тағы басқа белгілерге сәйкес ұйымдасу деп анықталған. Мәтін лингвистикасының мақсаты өзара байланысты сөйлеудің тұтасымға ұйымдастыру ерекшелігін және басты категорияларын сипаттау. Мәтін лингвистикасының мақсатына сәйкес, оны зерттеудің төмендегідей міндеттері айқындалады. Бірінші, басты белгілері байласым және тұтасым болып саналатын мәтінді күрделі тұтасқан жүйе ретінде қарастыру. Екінші, мәтінді құраушы тұлға бірліктерді айқындау. Үшінші, мәтіннің негізгі категорияларын сипаттау.
әртүрлі тілдік бірліктердің мәтіндегі қолданымдық сипатын, қызметін анықтау. Төртінші, мәтін бөліктері арасындағы байласымды жүзеге асыратын тілдік бірліктерді анықтау, логика-семантикалық қатынастарды саралау. Бесінші, мәтін түрлерін және олардың ерекшеліктерін анықтау. Көркем мәтінді зерттеген қазақ ғалымдары. Мәтін мәселесіне қатысты зерттеулерде түрлі пікірлердің болуы, қарама-қайшы көзқарастардың туындауы, мәтін лингвистикасының толық қалыптасуына, тіл ғылымының дамуына өз әсерін тигізді. Қазақ тіл білімінде Рабиға Сыздық, Төлеутай Қордабаев, Бердібай Шалабай, Серғалиев, Мүсірепова, Құнанбаева, Жакупов, Ахмет Жұбанов, Гүлдархан Смағұлова, Мұстафина, Әзімжанова, Таусоғарова, Жақсыбаева, Қойшығұлова, Ахметова сияқты мәтін лингвистикасы мәселесіне бірнеше ғылыми зерттеу еңбектері мен мақалаларын, оқу құралдарын арнаған ғалымдар бар.